Ресейдің Украинаға жасаған жаппай түнгі зымыран және дрон шабуылдары салдарынан кемінде 8 адам қаза тауып, 10-нан астам адам жарақат алды. Осыдан кейін Украинаға шұғыл халықаралық көмек қажет болды. Ең көп адам шығыны Кривой Рог қаласы маңында тіркелді. Баллистикалық зымыран тұрғын үйге түсіп, салдарынан 4 ересек адам мен 5 және 12 жастағы 2 қыз қаза тапты. Шабуылдар Львов, Полтава және ел астанасы Киевке де жасалды. Киев қаласының әкімі Виталий Кличко тұрғындарды паналау орындарында болуға шақырды. Ал төтенше жағдай қызметтері қаланың бірнеше ауданында шыққан өрттерді сөндіру жұмыстарын жүргізді. Кең ауқымды қираулардан кейін президент Владимир Зеленский Украинада әуе қорғанысы зымырандарының аса маңызды тапшылығы туындағанын мәлімдеді. Оның айтуынша халықаралық серіктестерден әскери көмектің кешігуі бейбіт тұрғындарды жалғасып жатқан шабуылдардың қауіпіне бұрынғыдан да осал етіп отыр.